Сәлем достар. Баршаға сәлем достар, арнамызға қош келдіңдер. Бүгін бізде тақырыпта және обложкада көріп тұрғандай, бүгін бізде 100 задания, яғни бүгін біз Ұлжанға задания қоятын боламыз, ал Ұлжан оның барлығын орындайтын болады. Жалпы біздің Ұлжан барлығын орындай алама, алдағы уақытта барлық қызықты көріп отыратын боласыздар. Айтпақшы достар, біздің каналымыздың дамуы үшін төмендегі подписация, яғни тіркелу батырмасын басып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз достар. Ал ендеше біз бастаймыз. Ұлжан, бүгін біз видео түсіреміз деп шештік. Қандай? Бүгін саған 100 задания. Саған бүгін 100 задания, яғни саған тапсырма береді Бану. Оның бәрін Бану жазды, мен емес. Мен жай ғана түсіріп жүрем осылай сені, мақұл ма? Саған тапсырма береді да, сен соның барлығын орындайсың. Ал егер орындамасаң, саған наказание. Одан да сен оны орындағаның дұрыс, түсіндің бе? Дайынсың ба? Ал кеттік онда. Ал достар, сіздер тұз көріп тұрсыздар дәл қазір. Осы тұзға біздің Ұлжан қазір бір затты қосып жейді. Дайынсың ба, Ұлжан? Қорықпа, оның қиын ештеңесі жоқ. Ұлжан, сен, бір рет болғанда кәдімгі жейсің ғой енді, бір рет жейсің, бірақ кішкентай алып жеу жоқ. Чеснокты қосып жейсің сен тұзбенен. Бәрін емес, бір где-то мына жерге дейін тістеді, соны тұзбен қосып жейсің. Или тұзға батырсаң да болады. Жоқ, бүйтші. Бірінші бір тістейсің кішкентай, сосын тұзға бұлай батырасың, сосын тағы жейсің, 2 рет жеген боласың сонда. Түсін бе? Ал. Бисмиллах. Бисмиллах. Жей енді. Жейміз достар. Егер жемесең, жейміз. Егер жемесең, Ұлжан сенен наказание. Одан да оны орындағаның дұрыс. Қиын наказание. Қош, чеснок жеген пайдалы дедім ғой, іштегі паразиттер түсіреді деп айттым ғой саған. Папаңды айтады, мен де айтам, жеп қой болды. Жедің бе? Молодец. Түріңді әбір жетпе болды. Әбір жетпе дейм түріңді. Болды. Молодец. Тапсырма орындалды, достар. Қалай, ашыма? Жаман қатты ашы, тілім ашып кетті. Нан қосып берейін десем қойшы дедім да, осылай бір жеп көрсінші дедім. Ал достар, келесі тапсырмаға кеттік онда. Достар, біз даладамыз. Неге шықты деп ойлайсыздар достар? Біз екінші тапсырма бізде үйді 5 рет айналу. Достар, біз мына домды алып тұрмыз. Осы домды 5 рет айналып шығу керек. Мына домды алайық десек, артының бәрі топырақ сондай. Топырақ емес енді. Мынадай асфальт жоқ та, сол үшін мына домды таңдап тұрмыз. Осы домды 5 рет айналып шығады достар. Кеттік, Ұлжан. Ана жақтан бастайық. Достар, біз мына жақтан бастайын деп тұрмыз. Бану балаларға қарап үйде қалды. Біз сыртқа шығып кеттік тапсырманы орындау үшін. Достар, бізді қолдап, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар, Кеттік, Ұлжан. Достар, мен площадкада отыратын болдым, Ұлжанды күтіп. Ұлжан осы жерге 5 рет айналып келетін болады. Мен қарап отырам, түсіріп отырам болмаса. Кел, Ұлжан, кет. Ұлжан бар, сәттілік саған. 5 рет айналып келесің. Кетті Ұлжан. Мен осында отырамын, күтіп. Қазір таңғы уақыт қой енді. Ұлжанға спорт болатын болды жалпы. Бұлай жүгірмейді, не істемейді ғой, үйдеміз. Нағыз спорт болатын болды біздің Ұлжанға. Кетті бірінші круг. Бірінші круг дәл осы жерден аяқталады ғой. Осы жерден аяқталып, екінші круг басталады. Адамдардың бәрі қыбыр-жыбыр. Бүгін негізі демалыс. Ұлжан келді, достар. Бірінші круг аяқталды уже. Қалай, қызым? Қалай? Бірінші круг қалай?
Күштімі? Достар, бірінші круг нормально дейді. Екінші кругты бастай енді. Саған берейін ба? Достар, Ұлжанның өзін түсіріп жүремін дейді, жүгірген аты, сол үшін телефонды өзіне беремін. Ал, басыңа киіп алсай басыңа. Ал достар, мен кетіп аттым. Маман аяқта. Ал мен қазір енді жүгірем. Кәдімгідей жүгіру қажет. Мен енді екінші рет жүгіріп аттым. Құлап қалдым сияқтым. Тыныс алу қиын. Иә, 100 задание. Жақсы бака. Достар, екінші кругты аяқтады. Енді үшінші круг. Ұлжан, сен ше жүгірмей кәдімгі жай жүре берсең де болады. Үйді айналып жүгірмейді дейді, білмеймін ғой. Ал үшінші кругыңа сәттілік тілеймін. Баста. Мама, не? Мен уже үшінші рет жүгірем. Мама, жай жүруге де бұл. Давайте жүгіреміз. Завырап атырмын. Бетім жалан тонып кетті. Басымды жорып атыр, неге қапақ кеп шықпадым. Иә, енді бесіншісіне. Достар, бесіншісі соңғысы қалды. Ал ендеше Ұлжан, саған сәттілік тілеймін. Бара ғой. Өзім түсіріп қалайын, келесін. Басыңа кей, басыңа. Мен жүгірме дегем, негізі өзі жүгіріп кетіп жатыр. Жай жүре берсең де болады дегем. Сол шаурап жатыр ма, білмеймін. Тез-тез аяқтағысы келіп тұр ма. Солай. Достар, біздің заданиялар сіздерге ұнап жатыр ма, достар? Мына жақтан қазір әп-сәтте келіп қалады. Мына жақта тұрайын түсіріп. 2 минут болайын deyады, 1:54 болды. О, 2 минутқа жетпей келді, достар. Уақытқа қарап тұрып. Ұлжан, сен тез жүгіріп келіп жатсың, 2 минутқа жетпей келіп қалатсың ғой, үйді айналып. Молодец. Ал достар, тапсырма орындалды. Толығымен 5 круг жүгірілді. Үйді айнал дегенмін, негізі жүгіру. Иә, таңғы жаттығу болды, достар. Ал енді келесі тапсырма, 3-ші тапсырмаға қарай кетейік. Кеттік. Ал достар, бізде 3-ші тапсырма. Қолымда менің ұнтақталған қызыл бұрыш тұр. Осыны, Ұлжан, не істейміз білесің ба? Жейміз. Иә? Жейсің? Жеймін, батып кететін сияқты. Егер осыны орындамасаң, саған бір үлкен ауыр наказание болады да, одан да осыны сен жей салғаның артық сияқты. Артынан су берем, су ішуге рұқсат. Ма, іш. Қасығың. Ана суды алып ал жаныңа. Бір қасықты толтырмасаң да жарты қасық жеуге болады. Ал, бисмиллах. Ештеңе етпейді. Ал, достар. Жарты қасық. Құя алмай атсын, дұрыстап. Достарына төкті ғой бәрін. Көз ашсадың сияқты көзге кірсе. Болсай, көзіңді жұмда. Батылдық, иә, кәне біздің Ұлжан. Батыл, достар, қолдаңыздар бізді, кәне, достар, комментарий жаза отырыңыздар. Болсай, грипп болмайсың. Су ішер. Достар, ашы, лоқсып атыр ғой Ұлжан. Ал, достар, біздің Ұлжан толықтай. Жедің ба? Кетті ма? Кетті, енді суын ішіп жатыр. Түрі әбіржіп кетті. Болды, ондай қатты қиын тапсырма жоқ енді. Ең қиындарын алдыңғы қатарға қойып қойғам ғой. Молодец, тапсырма орындалды, достар. Қалай болды? Задание істемеймін.
Dostlar biz 5-chi zadaniyaga keldik. Jana 4-chi zadaniya dostlar негізі bizde qizil buruştu, ya'ni untoqtalgan qizil buruştu. Jutuv kerak bo'lатын, dәл сол тапсырманы үйде қайталамаймыз достар. Себебі Олжан менің жүрегім айнып жатыр дейді. Қой деп қойдым, шынымен жүрегім айнып жатыр деп маған не істеп тұр? Енді ана болғаннан кейін уайымдап тұрмын. Сондықтан да достар үйде қайталамаймыз. 5-чи тапсырма бізде не үшін жуынатын бөлмеде тұр деп ойлайсыздар. Өздеріңізде біршама түсініп тұрған шығарсыздар, я? Менің қолымда шампунь бар. Бұл тапсырманы достар негізі барлығын Бану ойлап тапқан. Бірақ Бану қазір балаларға қарап отыр. Себебі біздің видео түсіріңіз балалар біреу жылап кетеді, біреу шулап кетеді, біреу үйтіп кетеді. Оған қарайтын бір адам керек. Сондықтан да олар балаға қарап отыр. Сонымен мен бүкіл тапсырманың өзім Олжанға тапсырмаларды өзім беріп жатырмын. Бізде сонымен 5-ші тапсырма достар шампуньмен бас жуат деп ойлап жатқан шығарсыздар, я достар, жоқ. Шампуньмен басымызды жумаймыз. Бұл шампуньмен бетімізді жуамыз достар. Білмеймін, көзі ашуы мүмкін, көзін жұмып жуады. Көреміз енді. Осы тапсырманы Бану ойлап тауыпты. Орындайсың ба? Орындаймыз. Бұл негізі қатты қиын емес деп ойлаймын. Бар болғаны көзін жұмса болғаны. Бетім жуай ма, жумайым ба? Жуса бетіңді. Көрсетейік достарымызға мені мына жарик. Бұл негізі де көпіршіп кететін не ғой? Көп көсем сен? Аз ба не? Иә. Болды. Енді қолым бүйтіп жағайын ба? Бетіңде даже не жапшы. Бүйтіп істейін ба деймін? Әлі. Әнеге көрсетейін. Көзіңді жұм. Көзіңді жұм. Әне достар. Бекер аштың бар ғой. Достар, шампуньмен бет жуатыр. Шампуньмен бет жуғандан көргенсің ме достар? Біз бірінші көріп тұрмыз өз басын. Болды жұм. Достар, көрдіңіздер ғой, тапсырма орындалды. Көзің ше енді, абайда. Ыстық қой. Тапсырма толық орындалды достар. Менде бетін жуады. Көзіңе кіріп кетпесін жуатын деді. Көзіңді жұмып тұрып жуасың. Достар, біздің заданиялар ұнап жатыр ма? Ұнаса, астына ұнады деп жазып кетіңіздер, я? Саған ұнап жатыр ма? Бетіме ұқат жазам. Ұқат жазып, шампуньмен ұқат жасап. Достар, айтпақшы, бұны да үйде қайталамаймыз. Шампуньмен негізі бет жууға болмайды. Кеттік. 6-ші тапсырма бізде қандай еді? Көрейік. Негізі бір списке жазып қойғанбыз ғой. 6-ші тапсырма біреудің есігін тоқылдатып кету. Достар, бізде келесі тапсырма біреудің есігін тақылдатып кету. Мен шықпаймын. Мен онсыз да біреуден тоқылдатып қашым. Достар, мен шықпаймын, сен барып өзің түсіріп, тоқылдатып, жүгіріп үйге қашасың енді. Жайнан. Көршілер бізді көріп тұрған болсаңыздар, кешіріңіздер. Бұл жай ғана видео, қалжың видео. Сондықтан да орындауға тура келіп тұр енді. 4-ші этаж ба, 3-ші этаж? Білмеймін, любой. 1-ші этаждікін істейін ба? Білмеймін, жүр. Ал достар, менің біреудің есігін тоқылдатуға кетіп бара жатырмын. Бізден ал 1-ші этаж. Тоқылдатып қашу керек. Мен қорқыптым. Анам басайын. Сыртқа шығып кетейін. Қазір сататындар. Ашық қалып қойық. Ашық қалдырайық та. Сыртқа ашып кетеміз. Мен қақып кеттім. Андай қоңырауын басып кеттім достар. Тоқылдатып қашып кеттім. Мен басқа подъезге кіріп кеттім. Басқа подъезге кіріп кеттім. Не істеп жатыр екен? Хансы беретін жын.
Шлях тоқылдатпаймын. Ал достар, біздің Ұлжан тапсырманы орындады деп ойлаймын. Төменгі этаждың қоңырауын басып кетіпті. Білмеймін, ары қарай шықты ма, шықпады ма, қорқып келесі подъезге кіріп кетіпті. Мен өзім тапсырма орындалды деп санаймын. Енді келесі тапсырмаға өтейік достар. Келесі тапсырма достар, бізде турникке тартылу керек. Аяғымен турникке Ұлжан нешеге дейін санайын? 50 ма? 50-ге дейін санаймын достар. Абайлашы. Бисмиллах, кеттік достар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 достар. 50-ге дейін көрді біздің молодец. Ең қиын тапсырмалардың бірі деп ойлаймын. Сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Негізі біздің Ұлжан спортқа жаны құмар былай. Молодец. Молодец, Ұлжан. Сен тапсырманы 5-ке орындадың. Даже 5 деген бағадан артығымен беремін. Кеттік енді келесі тапсырмаға. Достар, біз келесі тапсырмаға өтіп жатырмыз. Бұл тапсырма бізде достар мамаңның киімін киіп далада жүріп қайту. Мен қазір сыртқа шығып бара жатырмын. Ұлжан әлі шыққан жоқ. Менің киімімді киіп жатыр. Мен жайлап шығып бара жатырмын достар. Видеоны қолдап, лайк басып, комментар жазып отырыңыздар, я? Мен Ұлжанды сыртта күтіп тұрамын. Достар, біздің Ұлжан дайын тұрып, бірақ шыққысы келмей жатыр. 9 жасқа тұрмысқа тиіп кеткен деймін. 9 жасымда тұрмысқа тиіп кеткен деймін деп ұялып тұр. Киімін қараңыздар, үйге келетін мынандай. Енді бұл Ұлжан, бұл бізде задание, егер задание болмаса, бұдан да ауыр тапсырма береді саған қайта. Одан да не ғой? Орындағаныңа достар ұялып тұр ғой. Сыртқа қарап. Шықса енді. Жынды. Ана не ғой? Ана неге барып кеш бар? Маралға барып кеш бар. Марал жаққа барып, сол жерге барып, қайтып келсең болды. Жүгірмейді, бірақ жүгіруге болмайды. Жай жүресің. Достар кетті. Ұялып тұр ғой. Жаққа кетіп қалды. Көрінбей қалды ана машинадан ше. Мына жаққа қарай жылжимау деймін, өзіне келе жатыр болды. Бір апта пол жоғысы келмейді, ыдыс жоғысы келмейді, жинақсы келмейді, амал жоқ, шықты ғой енді. Жүрсің қара. Тапсырма орындалды. Кеттік. Молодец, келесі тапсырмаға кірейік енді. Достар, келесі тапсырма қандай болады? Кеттік. Үйге кірейік. Достар, бізде келесі видео, яғни келесі тапсырма басына және қолына кітаптарды осылай ұстап тұру керек. Мен 20-ға дейін санаймын. 20-дан кейін болды. 20-ға дейін шыдасаң болды, қызым. Негізі оңай тапсырма болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл оңай емес. Кеттік санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Осыға дейін санай бердік. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Бұл тапсырма орындалды артығымен. Ал достар, дайын болыңыздар, біздің Ұлжан дайын. Ал, шықса ена жерге көрсетсей достарыңа, кәне. Папасының етігін киіп алған достар. Кроссовкасы жап-жаңа. Кие бермедің ба? Нада ескі етігін киіп шыққан ба, папасының. Болды енді киіп шығыпсың, бар. Ана жаққа жүріп кел. Мына жаққа жүрсей. Дұрыстап жүр, Ұлжан дұрыстап жүр. Ұялып жүрген бұл жоқ, молодец. Қатты бүйтіп қысыла бермейді, Ұлжан ұяла бермейді да. Кетті. Ұялып атырым бүйтіп, бірақ бәрібір орындайды. Келе бер, болды. Білмеймін. Жүрсей тағы да, аз емес па? Кетіп бара жатыр достар. Сіздерге бір жақындатып көрсетіп қойыншы. Білмеймін, үлкен ғой енді. Қайтып кері келе жатыр. Аяқ киім қалып кетті достар ана жерде.
Мысықты көрдім, білмеймін не жерде. Ана жерде мысық тұр еді. Жүгірмесей. Тапсырма орындалды. Кеттік, үйге кірейік. Достар, біздің заданиялар сіздерге қызық болып жатыр ма? Комментарий жаза өтіңіздер, я? Кеттік, келесі тапсырмаға кірдік енді. Бізде 11-ші тапсырма, достар. Бір қолымызда толстовка, бір қолымызда шар тұр. Ана толстовканы кию керек, бірақ шарды жоғары лақтыра отырып кию керек, достар. Бұл жерде енді ептілік қажет болады. Ал кеттік, бастаймыз. 1, 2, 3, баста. Биіктеу лақтырсыз. Достар, көрдіңіздер, бұл негізі оңай тапсырма емес, бірақ аса қиын да тапсырма емес. Бұл жерде бар болғаны ептілік қажет. Ана толстовка теріс қарап тұрған ғой, оны оңғаратып алады. Одан соң барып киеді. Ал, достар, тапсырма орындалды. Ал, Жан, қиын емес пе екен? Қиын емес, бұл жерде ең бастысы ептілік, я? Қолыңнан түсіріп алмау керек. Ал, енді ең соңғы тапсырма бізде, достар. Ең соңғы тапсырма қандай еді? Жазып қойған біздің Бану. Достар, бізде ең соңғы тапсырма. Көшедегі танымайтын ұл немесе қызбен бұрыннан танитын адам сияқты сөйлесесің. Ол жасы үлкен болса да, жасы кіші болса да бәрібір. Бұрыннан танитын адам сияқты сөйлесесің. Түсіндің ба? Сол, қалай, дайынсың ба? Енді Бану екеуің барып келіңдер, сыртқа мен шыққым келмейді, түсіресіңдер. Бірақ Бану әпшеңді түсірсін, сен сөйлесесің. Білмеймін, не айтсаң да әйтеуір танымайтын адаммен сөйлеп қатсаң болды, түсіндің ба? Киініп ал. Ал, достар, біз Олжан заданиесін орындауға шықтық. Олжан қазір өзінің заданиесін орындайтын болады. Ал, сен енді кіммен сөйлесесің? Енді көре жатармыз, я? Кіммен сөйлеседі екен? Магазинде адам бар шар дейді Олжан. Любой бір адаммен сөйлесейін деп жатыр. Магазинмен сөйлесейін бе? Магазиншімен? Иә. Білмеймін. Ойбай, қой. Не, бізде магазиннен алып тұр. Жойын. Атам жоқ қой. Ешкіммен сөйлеспейсің бе? Жүр, онда кеттік басқа жақтан көреміз. Жүр, шық. Ей! Олжан что-то ұялып тұр, ана қызмен сөйлесе салмадың ба? Ақты көреміз енді. Сөйлесейін бе? Білмеймін. Ей, жоқ. Кіммен сөйлесесің? Олжан, біраз сөйлеспейсің ба? Оржынды. Не деді саған? 11:30 болды. Болды ма, задание орындалды ма? Тағы бір адам сөйлесейін салайын ба? Ну, ана, бірақ не болып қалды да ше? Достар, бұл біздің қысқа да болса ең соңғы тапсырмамыз болатын. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Бізді қолдауды ұмытпаңыздар, достар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.